Баршаға сәлем, мен сізге бүгін осындай мандариновый пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Егер де жаңа жылдық дастарханға қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді, дәмі де керемет болып шығады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, шекер қосып, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне ерітілген сармай және сүтті қосамыз да тағы да бір миксерлеп жүреміз, бір келкі масса болғанша. Үстіне разрыхлитель саламыз және де ванильный сахар саламыз. Қайсысы қанша грамм екенін мен міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын, қыздар. Ал ұнды қосарда міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап қойғанмын. Барлығын бірден емес, аз-аздан сала отырып, әдемі бір қылып бір келкі масса жасаймыз. Енді менікі мына жерде 24 сантиметрлік кольцо. Осының үстіне шекер саламыз да мандаринтерімізді қойып, егер де мандарин көбірек болсын десеңіз, көбірек салып, үстіне тестаны қойып, 180 градуста қызып тұрған печкада 15-20 минут пісіріп алсаңыздар жетеді, қыздар. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Егер де менің арнам ұнаған болса, жазылып қоюды ұмытпаймыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер, қыздар.